Так, аудио жазып жатыр ма, тексеріп жіберейік. О, жазып жатыр екен. Қайырлы күн. Фото, видео, сторис, пост, тағы не бар? Таргет сүйгіш қауым, яғни SMM мамандары немесе болашақ SMM мамандары, біздің Ju SMM курсына қош келдіңіздер. Менің есімім Арнұр, қазіргі таңда Educom компаниясының видеографы болып қызмет атқарамын, және де бұл менің өзімнің YouTube каналым. Таныс болдық, әрі қарай курсымызға өтейік. Курсымыз толық 7 сабақтан тұрады. Әрқайсысы бөлек-бөлек тақырыптарға негізделген, және де өз ісінің мамандары сіздерге ол тақырыптарды үйрететін болады. Мысалға алатын болсақ, мен видеографпын, мен видеоға байланысты сіздерге сабақ өтетін боламын деген сияқты. Ендеше бірінші күн, яғни осы күн мен сіздерге SMM маманның жалпы қызметтері туралы айтып өтетін боламын. Сонымен қатар сторис, яғни Instagram сторисқа идея іздеу және де қарапайым түрде соткамен монтаж жасайтын боламыз. Екінші сабақ копирайтинг, яғни белгілі бір продуктыны сатуға арналған текст жазып үйретеді, яғни сату текстін жазу. Үшінші сабағымыз пост салу, лентаға, рилске постты қатесіз салуды үйретеді деп күліп қарауларыңыз мүмкін, бірақ бұның өзінде кейбір тонкостері бар. Білесіздер, қазіргі уақытта SMM мамандары өте көп, бірақ олардың өзі қарапайым пост салудың өзінен қателіктер жіберіп жатады. Сіздердің де дәл сондай элементарный қателіктер жібермеулеріңіз үшін біз осы сабақты қосып отырмыз. Төртінші сабағымыз қазіргі уақытта жаңа блогерлердің шығуы, көптеген хаустардың ашылуы, Инстаграмда охваттың артуы, сонымен қатар просмотр санының көбеюіне септігін тигізіп жатқан жаңа платформалар TikTok пен Reels'қа идея және де оларға монтаж жасап үйрететін боламыз. Бесінші сабақ, сіздер қарапайым ұялы телефон арқылы обложка жасауды үйренесіздер. Ал алтыншы сабағымыз бізде апгрейд сабақтардың бірі, яғни SMM маманның дамып одан кейінгі деңгейі Project Manager. Бұл сабақта сіздерге команданы басқару, ұйымдастыру, сонымен қатар жұмыстың жүйелі жүруі үшін Trello приложениесін үйрететін болады. Соңғы 7-ші сабақта сіздер Instagram лентасына, яғни постқа видео жасауды үйренесіздер. Дәл осындай керемет дүниелерден айырылып қалмау үшін курсымызды соңына дейін көріңіздер. Так, бүгінгі сабағымызға кірсек, SMM маманның жалпы негізгі міндеттері, оларға не кіреді екен, ал көрейік. Біріншіден, сізде базовый дизайнерлік қасиет болу керек. Екіншіден, қарапайым түрде ұялы телефон арқылы видео монтаждай алуыңыз керек. Үшіншіден, сіз посттың астына немесе таргетке сату текстін жаза алуыңыз керек. Одан кейін өзіңіз басқарып отырған парақша оқырмандарын қызықтырып, белгілі бір дәрежеде конкурстар ұйымдастыра алуыңыз керек. Тіпті таргет жібере алуыңыз керек деген секілді көптеген осындай қызметтер сіздердің мойындарыңызда. Бұл айтылған қызметтерді сіздер профессионалды түрде 100%-ға дұрыс орындау керек деген бір заң жоқ. Сіздер қарапайым түрде ғана білсеңіздер болғаны. Енді бүгінгі негізгі сабағымыз Instagram Stories. Сіздер көріп жүрген боласыздар, белгілі бір парақшаларда Stories қайырлы күн деп басталып, қайырлы түн деп бітіп қалады уже. Ондай нәрсе сіздерде болмау керек. Және соған байланысты мен сіздерге белгілі бір идеялармен бөлісіп өтейін. Оның ең алғашқысы жыбырлаған дүние, қыбырлаған бір тіршілікті көрсететін таймлапс. Сіздер білесіздер, 15 минуттық видеоны 15 секундқа сыйғызып жіберетін ол осы таймлапс. Оны түсіру өте оңай. Адамдар көп қозғалатын жерге барып штативті қоясыздар және оған ұялы телефонды қойып таймлапсты қосасыздар. Ол жерде бір 15 минуттай тұрады және нәтижесінде сіз 15 секундтық видео аласыз. Мысалға алатын болсақ, кафешканы алайық. Сіз штативті қойдыңыз, таймлапсты қостыңыз, адамдар тамақ ішіп, жабалап бытыр болып жатыр. Яғни сізге көп клиент келетінін көрсетесіз олай. Немесе басқа мысал келтіретін болсақ, білім беру орталығын алайық. Қоңырау соғылды, оқушылар уже топырлап жүре бастайды. Сіз сондай моментті ұстап, оқушылардың қызу тіршілікте екенін өзіңіздің оқырмандарыңызға көрсетіп, вау, мыналарда осындай тіршілік болып жатыр екен ғой деген сияқты белгілі бір әсерде қалдыруларыңыз керек. Мына видеоға қарайық. Бұл видеода мен балдарды TikTokқа түсіріп жаттым, қателестірмесем. Заодно сырттарынан таймлапс түсіріп алдым. Оған қарапайым бір музыканы қосып, осындай бір керемет дүние шығардым. Сіздер де дәл осылай таймлапсты өз стористеріңізге пайдалансаңыздар болады. Бірақ та аптасына 2 немесе 3 рет пайдаланыңыздар, күніне емес аптасына. Өйтіп көп салып тізесін шығарып жіберудің қажеті жоқ. Екінші идея, ол бізде вайбовый видео түсіру. Яғни бағана білім беру орталығын алдық қой, мысал ретінде. Білім беру орталығында оқушылар сабақ оқиды, соларды сырттарынан видеоға түсіріп аласыз. Мысалға,
дәптерге сабақ жазып жатқан крупный планмен сабақ айтып жатқанын түсіріп аласыз, мұғалімдердің беріліп сабақ түсіндіріп жатқанын түсіріп аласыз. Солардың барлығын құрастырып, керемет бір музыка қосып 15 секундтық сториске видео жасасаңыз болады. Немесе мысал ретінде сіз бургерный бір жерде жұмыс жасайсыз, SMM маманы болып. Ол жерде сіз кухняға кіріп, бургердің қалай жасалынатынын түсірсеңіз болады. Повардың қасына барып, бургерді лақтырып жіберіп пышырлатып қуырып жатады, немесе нанды турап жатқанын, үстіне салатный листьяны салып, майонез бен кетчупты араластырып жағып, в общем, сіздің парақша оқырмандарының сілекейін ағызып, ана бургерді сатып алуға деген аппетитті шақыруыңыз керек қой. Иә, дәл осындай вайбовый видео. Бұл таймлапс сияқты емес, бұларды жиі салып отыру керек. Келесіде ол репост жасау. Мысал ретінде 11 класстарды алайық, оларда ОБТ болып жатыр. Оларға қазіргі уақытта көптеген кеңестер керек деген сияқты. Сіз шетелдік бір парақшадан мотивациялық видео көрдіңіз делік. Және де ол мотивациялық видео сіздің оқырмандарыңызға керекті. Сол керектілігіне байланысты сіз оны репост жасасаңыз болады. Өйткені ол сіздің оқырмандарыңызға керек, пайдасы тиеді. Немесе отандық бір парақшадан мынандай ОБТ тапсыруға байланысты 5 кеңес дегенді көрдіңіз. Оны да репост жасасаңыз болады. Қатты қиын болмаса, баннерді өзіңіз дайындап, сол кеңестерді өзіңіз жазып, сториске салсаңыз болады. Яғни бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, пайдалы мәліметтермен өзіңіздің оқырмандарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі, бір нақты ескерте кететін жағдай, сіздер осы Қазақстандағы болатын мерекелердің, мысалы 1 май деген сияқты, олардың барлықтарының күнін біліп, алдын ала жазып жүрулеріңіз керек. Немесе өзіңіз жұмыс жасайтын компания, организация болсын, ол жақта да болатын белгілі бір іс-шаралардың датасын алдын ала біліп жүрулеріңіз керек. Неге? Өйткені сіз соған байланысты идея құрастырасыз. Мынандай мероприятие болайын деп жатыр екен, мен бұған қандай видео түсірем деп алдын ала ойлануға сізге мұрсат болады. Мысалы, менің өзім практикамда сондай, маған алдын ала 1-2 апта немесе 1-2 күн айтылады, мынандай іс-шара болайын деп жатыр, соны түсіреміз деген сияқты. Мен деймін да, менде мынандай, мен бірінші музыканы 1-2 сағаттап тыңдаймын. Музыканы тыңдаймын, әрбір битке байланысты уже кадрларды ойлай бастаймын. Мен мына жерде мынандай кадр алып аламын. Біреудің аяғы бүйтіп деп тұрғаны, немесе біреу бүйтіп қол шапалақтағаны, немесе бір қыздың бүйтіп деген сияқты бір эмоциялар көрсеткенін сөйтіп мен елестетіп алам. Сосын дәл сол мен іс-шара күні дәл сол кадрларды алуға тырысамын. Қарындас, бүйтіп жер аласыз ба? Бауырым, мынандай бір эмоция көрсетіп жіберші деген сияқты сол кадрларды алып видеомды құрастырамын. Сіздерге де дәл осындай мүмкіндік болу үшін алдын ала іс-шаралардың уақытын біліп жүріңіздер. Сол моментте, яғни мероприятие болып жатқан кезде сіз историяға бөлісіп, дер кезінде оқырмандарыңызбен болып жатқан іс-шара туралы секунд сайын сториске салып бөлісіп отыруларыңыз керек. Мінекей, мен сіздерге біршама керекті идеяларды айтып өттім. Бұдан да басқа көптеген өздеріңіздің креативтеріңе байланысты стористер түсіре берсеңіздер болады. Ал қазір мен сіздерге осы сториске арналған видео монтажды қарапайым түрде үйретейін. Ол үшін бізге смартфон керек, барлықтарыңызда әрине ол бар. Смартфонда App Store'ға кіреміз, немесе сіздерде Android болса Play Market'ке кіресіздер. Бұл программа Play Market'те де, App Store'да да, яғни iOS-та да бар. VN деп жазамыз. VN көпфункционалды, тегін видео монтаждайтын приложение. Менде открыть деп тұр, сіздерде загрузить деп тұрады, басасыздар, жазып аласыздар. Мінекей, VN-ге кіреміз. Көріп отырғандарыңызда мен бұрында бұда видеолар жасағам. Плюсик батырмасын басамыз, новый проектке басамыз. Мына жерден өзімізге қажетті видеолар таңдаймыз, яғни сіздер өздеріңіз видео түсірдіңіздер ғой. Ал мен осыдан 1-3 күн бұрын бір іс-шараға бардым, сол жақтан осы курс үшін арнайы видеолар түсірген болатынмын. Қазір соны сіздерге монтаждайтын боламын. Өзімізге керекті видеоларды алып аламыз бұл жерден. Керек емес. Осылар әзір жетіп қалды. Кеттік. Бұл видеолардың мінекей не болып жатқаны примерно осылай көріп аласыздар. Көріп алғанда енді сіздер түсірдіңіздер ғой, өзіңіз білесіздер ғой. Мындай, вальс билеп жатыр екен, иә. Артта соң жағында бір видео тұрады. Один знак деп айтсақ та болады, бұны өзгерте салуға болады. Енді бұған біз бірінші
музыка таңдаймыз. Ол үшін менің плейлистіме кіреге Doja Cat деп тұр. Так, стоп, бұл керек емес. Бізде вальс болып жатты ғой, Сіздер менің полный плейлистімді көріп қоятын. Мынау не ақ жүр? Келді. Деп. Бұл емес. Кеттік. Міне. Қазір вальсте хит болып жатқан. In the middle of the night деген өлеңді білесіздер ғой. Қазір осыны қолданамыз. Ол үшін өлеңді таңдадық. 3 точкаға басамыз, отправить дегенді басамыз. VM предложениесін тауып аламыз. Тілім келмей қалды, кешірім. Міне VM-ге бастық. И бұл жерде өздеріңізді добавить команду дейсіздер да, атын қойып аласыздар өздеріңіздің. Папка бұл music деп қойық. Music. Бастым. Создать канал. Енді сіздің музыкаларыңыз осы music деген неде тұратын болады. Өзіңіз осы мюзикке жаңағыдай отправить етіп лақтыра бересіздер. Кеттік. X-ті басамыз. Енді мына жерге көріп тұрғандарыңыздай, мынау бізде видео дорожка, полный тұрған, мына жерде видео дорожка, оның үстінде тұрған фото дорожка. Бұл жерге сурет қойсаңыздар болады. Одан кейін тексттің дорожкасы, одан кейін үстіндегісі 4-ші музыканың дорожкасы. И астында көптеген функциялар бар. Бұларға кейін тоқталамыз. Бұл жерде бізге керегі музыка. Музыкаға басамыз. Музыка деген тағы да басамыз. И жаңа біз music деп папка ашқан болмыз. Сол musicке кіреміз. Біздің middle of the night деген өлеңіміз міне тұр. Осыны использовать дегенді басамыз. И бізге қай жері керек, соны міне былай таңдап алсақ болады, окей? Одан кейін птичка. Вот, міне түсті. Мына уже әдемі. Бірақ енді біз 1 минут 45 секундтай видео ұстап тұрмаймыз. Әрине бізге бір 30 секундтай, 20 секундтай сториске арналған видео шығару керек бұдан. Но бірақ басының өзі әдемі кетіп жатыр маған. Мынау жатыр кәдімгідей. Деген сияқты. Деп қосылып кетеміз. Вот, енді middle of the night деген жерде уже бізде түсініп отқандай вальс кетіп жату керек та. Кеттік. Осыны енді жасауымыз керекпіз. Так. I come and son. Міне, really want деген жерден. Енді сіздерде слух болу керек, конечно, бұны жасау үшін. Резетті басамда, мені бас шапқысын алып тастаймын. Музыканы алып тастадым. Бастап музыканы алып тастадым. И үстінен басып тұрамда, мен бұны жылжытағым көрді. Басақ бақып келдім. Көреге. Міне бұл жерде енді мынау видео қатып тұра бермеу керек бұл жерде. Өзгеру керек кішкене. Нәйге қояқ. Тық деп. Мына ортасындағысын алып тастаймыз. Көрейік. Уйуап дегеннен тоқтатып тастау керек. Бұлайдан екі қолмен бүйтіп ұстап соссаңыздар, ашылады, көрдіңіздер ме? Уйуап дегеннен қырқам. Не айтып кеттім. Так, кеттік. Кап дегеннен қырқамыз. Слухпен енді түсініп отырсаңыздар, слухпен жақсы шығаруға болады. Кеттік. Көрейік. Life деген тоқтаттым. If you really want дейтін жер бар ғой. Жүрегіне қызды қойып қойып. Өт кетеді. Ина екі жағынан алып тастаймыз. Көрейік. My cup. You want. Так. You want. Мына жерден come деген жерге бір әдемі жерді қою керек. Жоқ, бұл көп четмалар. Нандай. На come деген оған кетіп тұр. Вот, қараңыздар. Келді. Тағы бір көріп жүрек. Менің даусым күшті екен. О дегенге сіздер видео күшті ойлап қалмаңыздар, мен даусымды айтып отырмын. Десеңдер, видео күшті болады.
Левидан. Так, кам дегенде біз басын алмауымыз керек сияқты алу керек. Бұны адамдардың көптігін көрсетеміз а? Жоқ, осылай тұра берсін. Осы жерді тастаймыз. Енді кам дегенде бұлар не билеп отыр? Жай билеп отыр керек примерно. Міне мына жер әдемі келген. Қыз айналып отыр. Қырқамыз, екі жағынан қырқамыз. Так, енді мынаны осы жерде тұрамыз. Көрейік. О, қазір nowadays дейді қазір. Так, қазір nowadays дегенде басқа не керек? Жоқ, мына жері маған in the middle of the night дегенде керек бұл жер. Бұл жер сақтап қоямыз басқа. Десет деп айтайын. Бұл жер маған керек. Вау, мынау керек. Жоқ, так. Бізде билеп жатқан басқа адамдар бар тұғын, сол үшін разнообразие болу үшін басқа адамдарды да көрсетейік бұл жерде. Не істеп жатыр мына екеуі? Мынау очки тағып қызыл. Вук. Ойбай. Жоқ, бұл in the middle of the night керек маған. Бұл жерді қоя тұрмыз. Бір басқа бір бар ма? Бір жай билеп жатқандар. Так. Жоқ, қыз өзі билеп жатқан. Жоқ, in the middle of the night бұл. Ой, мұны айналып отыргенсіңдер жақсы. Кәлені. Әп-әдем айналып отыргенсіңдер. Осы жерден қойып, вук деп бір айналады. Мынақты апамыз бұзып жүреді кадрды. Қырсыққанда бұл да шыға қалды. Дейміз, үстінен басып тұрамыз да бағанағыдай жылжытамыз. Так, бізге мына жерге керек бұл. Дых қойдым. Қараймыз. Cause you know this. Мына жерге енді бір кадр керек бізге тағы да. Cause you know this дейді да. Әдемі келіп тұр. Қараңыздар. In the middle of the night. To you good. Міне мына жерден мынаны бас жағын кішкене қырқып жібереміз. И келетін сияқты қазір. In the middle of the night. Мына жерде енді осы жерден ортан алып тастаймыз онда. This is in the middle of the night. Көрдіңіздер ма достар, келе қалды. In the middle of the night. Бұлар айналып отты ма бағана? Жоқ, in the middle of the night. In the middle of the night. Енді бағанағыларды алып келеміз. Бұлар сендер кете беріңдер. Сендер көшітсек. Міне. Мыналар ғой. Қараңыздар. In the middle of the night. In the middle of the night. Wow. In the middle of the night. Тема ғой, тема. Ой, мына қыз кәдімгі мына биге билеп жатқан жағдай. Все, мұны 30 секунд осы жерден алайық. Так. Екі сторис жасап жібереміз. Осы жерден алдық ал. Қырқамыз мына екі. Ой! Так, стоп. Мынаны өшіреміз. Жүрдім. Енді сендер керек емессіңдер. Басынан бастап бір көрейік. We'll lay up, refine my cup, as you will want. Lay me down, cause you know this, in the middle of the night, oh my baby, in the middle of the night, Мінеки достар, мынаны енді бұл жерде ешқандай особо бір монтажның қажеті жоқ. Керекті кадрлар, керекті музыка, қырқу, қою, болды, все. Енді слух керек айтпақшы. Бұны мынаны басып, өзімізге экспорттап аламыз. HDR, вручную дегенді басып мына жерде 4K дейді, бірақ бұл негізінде өтірік, искусственный машин. Негізін 1080 30 FPS жетеді, экспортты басыңыздар. Дайын болғанды күтіңіздер. Дайын болғаннан кейін сториске салып жіберіңіздер. Әдемі шықты, тағы бір көріп жүрейікші қазір.
Енді бұл бізде галереяға түсті. Галереямызға түсті. Мінекей. Қазір бәрін құрттым, қайттан көріп. Вау. Вот, міне әдемі шықты. Мынаған прям қол шапалақтап қойыңыздар маған десейші. Вот, міне әдемі видеомыз шықты. Бағана айтқаны вайбовый видео деген осы. Яғни сол жердегі болып жатқан күшті бір әсерлі не көрсете алдық көрермендерімізге. Көріп отырғандарыңыздай өте қарапайым түрде әрі тез жасап тастадық. Міне SMM маманы осындай қарапайым монтажды білу керек. Өстіп видеолар түсіріп керекті музыканы қойып, өзінің слухын пайдаланып, қырқып, өстіп видеоны тез жасай алу керек. Бүгінгі айтылған идеялар, жасаған жаңағы видеомыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Курсымыздың келесі сабағын көру үшін мына тұрған видеоға басып өтсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.